Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен шоколадты бисквиттің рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, шоколад, ұн, құмшекер, какао, грек жаңғағы, су, сұйық май, сливки және қамыр қопсытқыш керек болады. Шоколадтың үстіне сливкимізді құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Оның үстіне грек жаңғағын салып, араластырып, шоколадымызды суытып қоямыз. Сотейникке суды, сұйық майды және какаомызды салып, жай отта қоюланғанша араластыра отыра какаомызды ерітіп аламыз. Жұмыртқамыздың сары және ақ уыздарын екіге бөлеміз. Сары уызының үстіне аздаған құмшекердің бөлігін салып, миксермен соғып аламыз. Енді жұмыртқаның ақ уызында осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап соғамыз. Жұмыртқамыз көпіргеннен кейін жаймен 3 бөліп шекерімізді саламыз. Ақ уызымызды осылай өз-өзін ұстағанша соғып аламыз. Оның үстіне ерітілген какаомызды құйып, астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Оның үстіне сары уызымызды құямыз. Алдын ала дайындап қойған шоколадымызды құямыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз. Басып алмай, астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салуымыз керек, сонда бисквитіміз өте жұмсақ және үлпілдек болып шығады. Дайын болған қамырымызды табамызға салып, 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Мен осылай 24 диаметрлік табада 2 бисквит пісіріп алдым, немесе 20 диаметрлік табада да пісіріп алуға болады. Және бұл бисквиттерді бір табағада құйып пісіріп, 4-ке бөлуге болады. Менде осындай шоколадты биік торт шықты. Сіздер жасап көріңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, дизлайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыз.